Қымбатты көрермендер, алдымызда тұрған жаңа апта 18 пен 24 тамыз аралығы әрқайсыңызға ерекше энергия, жаңа мүмкіндік және ойлануға себеп болатын сәттерді алып келеді. Бұл аптада аспандағы жұлдыздар қозғалысы өмірдің түрлі саласына әсер етіп, бірде қиындық, бірде қуаныш әкелуі мүмкін. Әр белгі үшін бұл кезеңнің берері бөлек, біреулерге жаңа табыс жолдары ашылады, енді біреулерге қарым-қатынастағы шешім қабылдау уақыты келеді. Бұл аптада басты назар ішкі тепе-теңдікте, дұрыс ойда және сабырда болады. Егерде жұлдыздардың сыбырын дұрыс тыңдап, соған сай әрекет жасасаңыз, алдағы күндер сіз үшін жемісті, қуанышты әрі сәтті болмақ. Тоқты. Бұл апта тоқтылар үшін қарқынды басталады. Ішкі энергияңыз артып, жаңа жоспар құруға, шешім қабылдауға дайын боласыз. Апта басында сізге біраз тосын жаңалықтар келуі мүмкін, кейбірі жағымды, кейбірі ойландыратын болады. Дегенмен бәрі сіздің мықты мінезіңіз бен табандылығыңыздың арқасында дұрыс шешіледі. Жұмыс пен қаржыда бастамашыл болсаңыз, нәтижесін көресіз. Әсіресе 20-21 тамыз күндері ұсыныс, жаңа идея немесе пайдалы байланыстар пайда болуы мүмкін. Жаңа жобаларға қорықпай кірісіңіз. Сүйіспеншілікте жалғыз жүрген тоқтылар үшін апта қызықты таныстық әкелуі ықтимал. Ал отбасылы немесе ғашық тоқтылар арасында кішкене түсініспеушілік орын алуы мүмкін. Бірақ сіздің ашық сөйлесіп, мәселені жөа білетіңіз бар. Денсаулық пен көңіл күйде апта ортасында аздап шаршау, жүйкенің әлсіреуі байқалуы мүмкін. Демалыс пен дұрыс ұйқыға мән берсеңіз, бәрі жақсы болады. Бұл апта тоқтыларға батыл қадам жасап, қорқынышсыз алға ұмтылуды талап етеді. Торпақ. 18-24 тамыз аралығында торпақтар үшін өмірдің әр саласында тұрақтылық пен тепе-теңдік маңызды рөл атқарады. Апта бойы сізге көп нәрсеге сабырмен қарау керек болады. Ішкі сезімдеріңізді бақылап, асықпай қадам жасасаңыз, жетістікке жетесіз. Жұмыс пен қаржыда бұл аптада кәсіби салада табандылығыңыздың нәтижесін көресіз. Әріптестер арасында беделіңіз артып, сіздің сөзіңізге құлақ асатындар көбейеді. Қаржыда күтпеген шығындар болуы мүмкін, сондықтан жоспар құрып, артық нәрсеге жұмсамаған дұрыс. Сүйіспеншілікте жалғыз жүрген торпақтар үшін бұл аптада біреумен ортақ тіл табысу мүмкіндігі туындайды. Ал жұптағы торпақтар қарым-қатынаста сенім мен сыйластықты арттыруға тырысады. Кішкентай реніштер болса да, оны уақытылы сөйлесіп шешкеніңіз жөн. Денсаулық пен көңіл күйде бойыңызда біраз шаршаңқылық сезілуі мүмкін. Табиғат аясында серуендеп, тыныштықта уақыт өткізсеңіз, күш-қуатыңыз қайта қалпына келеді. Бұл апта сізден шыдамдылық пен іштей сабыр сақтауды талап етеді. Егіздер. 18-24 тамыз аралығында егіздердің өмірінде қарбалас пен қызық оқиғалар қатар жүреді. Сіз үшін бұл апта жаңалықтарға, күтпеген кездесулерге, жаңа ойларға толы болмақ. Бірақ асығыстық пен артық эмоциядан сақ болғаныңыз үшін, бәрін салқынқанды қабылдасаңыз, жеңіл жетістікке жете аласыз. Жұмыс пен қаржыда жаңа идеялар мен бастамаларды жүзеге асыруға тамаша уақыт. Әсіресе шығармашылық салада жүрген егіздер ерекше табысқа жетуі мүмкін. Қаржылық тұрғыда табыс бар, бірақ тез жұмсап қою қаупі де жоқ емес. Жоспар құруға тырысыңыз. Сүйіспеншілікте жалғыз егіздерге бұл аптада романтикалық мүмкіндік туады. Жаңа таныстық сіздің ойыңызды жаулап, көңіліңізді көтеруі ықтимал. Ал қарым-қатынастағы егіздер серігімен болашаққа қатысты маңызды әңгіме қозғауы мүмкін. Денсаулық пен көңіл күйде белсенді өмір салты сізге пайдалы. Көп қимылдап, спортқа көңіл бөлсеңіз, күш-қуатыңыз артады. Дегенмен ұйқы мен демалысқа жеткілікті уақыт бөлу қажет. Бұл апта сізге өмірдің жаңа қырын ашуға көмектеседі. Ішкі түйсігіңізге сеніңіз. Шаян. 18-24 тамыз аралығында шаяндар үшін жан дүниені тазарту, сезімдерді реттеу, қарым-қатынастарға басымдық беру кезеңі басталады. Бұл аптада сіздің жүрегіңіз ерекше нәзік болып, әрбір жағдайды терең қабылдауыңыз мүмкін. Бірақ дәл осы сезімталдығыңыз жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Жұмыс пен қаржыда, жұмыста тыныш, бірақ кейбір кішігірім өзгерістер орын алуы мүмкін.
Басқалардың ойына емес, өзіңіздің ішкі түйсігіңізге сенсеңіз, қателеспейсіз. Қаржы жағынан күтпеген жерден қосымша табыс не сыйлық алуы ықтимал. Сүйіспеншілікте жалғыз шаяндар үшін бұл апта жаңа таныстыққа толы. Кездейсоқ бір адам сіздің өміріңізге романтикалық әсер сыйлауы мүмкін. Ал қарым-қатынаста жүргендер серігінің қамқорлығын ерекше сезінеді. Қарым-қатынаста жылулық пен сенімділік артады. Денсаулық пен көңіл күйде ішкі уайымнан арылып, өзіңізге қамқор болу маңызды. Табиғат аясында серуендеу, су жанында уақыт өткізу сізге күш береді. Энергияңыз жаңарып, көңіл күйіңіз көтеріліп қалады. Бұл аптада бастысы жүрегіңізді тыңдап, жақындарыңызға көңіл бөлу. Сонда бәрі жеңіл әрі жақсы өтеді. Арыстан 23 шілде 22 тамыз. 18-24 тамыз аптасы арыстандар үшін ерекше жарқырайтын кезең болады. Бұл аптада сіз өз орныңызды табуға, адамдардың назарын аударуға және армандарыңызды жүзеге асыруға дайынсыз. Энергияңыз жоғары болып, бастамаларыңыз сәтті жүзеге асады. Жұмыс пен қаржыда, жұмыс саласында беделіңіз артады. Сізді басқалар үлгі тұтып кеңес сұрауы мүмкін. Қаржылық жағдайыңыз жақсарып, жаңа табыс көздері ашылады. Бірақ тым көп тәуекелге бармаған жөн. Сүйіспеншілікте жалғыз арыстандарға күтпеген романтикалық кездесу болуы ықтимал. Бұл таныстық сіздің жүрегіңізді жаулап алуы мүмкін. Ал қарым-қатынаста жүргендер үшін серігіңіз сізге бұрынғыдан да көп махаббат пен қолдау көрсетеді. Қарым-қатынастағы сенім нығаяды. Денсаулық пен көңіл күйде өзіңізді сергек сезінесіз. Дене белсенділігімен айналысу, спортқа уақыт бөлу сіздің күш-қуатыңызды арттырады. Дегенмен асығыс шешімдерден аулақ болып, эмоцияңызды бақылауға алуыңыз қажет. Бұл апта сіз үшін табысты, көңілді әрі шабытқа толы болмақ. Армандарыңызды жүзеге асырудан қорықпаңыз, жұлдыздар сізге қолдау көрсетіп тұр. Бикеш. 18-24 тамыз аптасы бикештер үшін ойлануға, жоспар құруға және алдағы қадамдарын анықтауға қолайлы уақыт болмақ. Сіз ұсақ түйекке мұқият қарап, барлығын ретке келтіруді ұнатасыз, ал бұл апта дәл сол қасиетіңізді шыңдайды. Жұмыс пен қаржыда, жұмыс орнында сіздің жауапкершілігіңіз жоғары бағаланады. Әріптестеріңіз сізге сенімі артады. Қаржылық тұрғыда үлкен өзгерістер болмаса да, тұрақтылық сақталады. Артық шығыннан сақ болып, болашаққа жинақ жасағаныңыз дұрыс. Сүйіспеншілікте бойдақ бикештерге ескі таныстармен қайта кездесу ықтимал. Жаңа қарым-қатынаста тууы мүмкін, бірақ оны асықпай дамытуға тырысқан жөн. Ал ғашық жандар үшін бұл аптада серігіңізбен түсіністік күшейіп, бір-біріңізге қолдау көрсетесіздер. Денсаулық пен көңіл күйде өз-өзіңізді артық қинап алмаңыз. Жоспар көп болса да, демалыс пен ұйқыға уақыт табу керек. Кішкентай серуендер мен таза ауа сіздің энергияңызды арттырады. Бұл апта бикештер үшін тұрақтылық пен ішкі үйлесім кезеңі. Іс-әрекеттеріңізді жүйелі жүргізсеңіз, алдағы уақытқа үлкен табыстардың негізін қалап аласыз. Таразы. 18-24 тамыз аптасы таразылар үшін тепе-теңдік пен үйлесім іздеу кезеңі болмақ. Сізге бұл күндері іштей тыныштық табу, қарым-қатынаста әділдік орнату және шешім қабылдауда эмоцияға емес, ақылға сүйену қажет болады. Жұмыс пен қаржыда іскерлік ортада келісімдер жасауға, серіктестік орнатуға қолайлы уақыт. Күтпеген ұсыныстар келуі мүмкін. Қаржылық тұрғыда шығындарыңызды қадағалаған жөн. Таразылар кейде көңіл күйге беріліп артық ақша жұмсауы мүмкін, сондықтан әр қадамыңызды ойланып жасаңыз. Сүйіспеншілікте бойдақ таразылар жаңа таныстық орнатуы мүмкін, бұл аптада сіздің тартымдылығыңыз ерекше артады. Жұптағы таразылар үшін серігімен ашық сөйлесіп, ойындағысын жеткізу маңызды. Ұсақ түйек үшін ренжісуден аулақ болыңыз, түсіністік пен махаббат бәрін жеңеді. Денсаулық пен көңіл күйде эмоционалды тепе-теңдікті сақтау басты тақырып болады. Медитация, музыка тыңдау немесе табиғат аясында серуендеу сізге күш-қуат береді. Бұл апта сізге жаңа мүмкіндіктер мен қарым-қатынастарды үйлестіру кезеңін сыйлайды. Әділеттілік пен сабырлық сіздің ең үлкен күшіңіз болады. Саршаян. Бұл апта саршаяндар үшін ерекше психологиялық және рухани жаңару кезеңі болады. Жұлдыздар сізге өз-өзіңізді қайта тануға, ішкі даусыңызды тыңдауға кеңес береді. Сізді айналаңыздағы адамдардың пікірі мазалауы мүмкін, бірақ ең бастысы өз жүрегіңізді тыңдау.
Махаббатта. Аптаның басында қарым-қатынасы бар саршаяндарда серіктесімен арада кішігірім түсінбеушіліктер тууы ықтимал. Сіз тым эмоционалды болып, бәрін жүрекке жақын қабылдауыңыз мүмкін. Бірақ аптаның ортасына қарай жағдай тұрақталып, тіпті қарым-қатынастарыңыз жаңа деңгейге көтеріледі. Жалғыз саршаяндар үшін бұл аптада таныстықтар көбейіп, бір ерекше жанға ғашық болу мүмкіндігі бар. Қаржы мен мансапта. 18-20 тамыз аралығы жұмысқа байланысты мәселелерді шешуге қолайлы. Әсіресе аяқталмай жүрген жобаларды ретке келтіру, қағазбастылық пен есеп-қисапқа көңіл бөлу керек. 21-23 тамызда әріптестермен сөйлесуде абай болыңыз, артық сөз жұмыс атмосферасына кері әсер етуі мүмкін. Қаржылық тұрғыдан күтпеген жерден қосымша табыс келуі ықтимал, бірақ оны бірден жұмсамай, болашағыңызға салғаныңыз жөн. Денсаулық. Бұл аптада сіздің энергияңыз толқынды болады, кей күндері өте белсенді жүрсеңіз, кейде шаршап, ұйқыңыз қанағаттандырмай қалуы мүмкін. Денеңізге ауыр жүктеме салмай, спортты жеңіл режимде жасағаныңыз дұрыс. Суды көбірек ішіңіз, себебі ағзаңыз қазір тазалану кезеңінен өтіп жатыр. Рухани кеңес. Жұлдыздар сізге медитация, тыныш серуен немесе жалғыз қалу арқылы энергияңызды толықтыруға кеңес береді. Ішкі түйсігіңізді тыңдасаңыз, маңызды шешімдерде қателеспейсіз. Қорытынды. 18-24 тамыз аралығы сізге шыдамдылық пен салқынқандылықты талап етеді. Жүрегіңізді тыңдап, ойыңызды дұрыс бағытқа бұра білсеңіз, бұл апта үлкен жетістіктерге бастайды. Мерген. Бұл апта мергендер үшін еркіндік пен жаңа мүмкіндіктер кезеңі болғалы тұр. Жұлдыздар сізге алдыңыздан ашылатын жолды дұрыс көруге, интуицияға сенуге кеңес береді. Қай салада болмасын, сіздің табандылығыңыз бен батылдығыңыз жемісін береді. Махаббат. Аптаның алғашқы күндері 18-20 тамыз сүйіктіңізбен жылы әңгімелерге, жоспар құруға қолайлы. Серіктесіңізбен бірге алдағы қадамдарыңызды талқылай аласыз. 21-24 тамызда сезіміңіз одан әрі тереңдеп, арақатынасыңыз романтикаға толады. Жалғыз жүрген мергендер үшін бұл аптада жаңа таныстық күтпеген жерден пайда болады. Мүмкін ол әлеуметтік ортада немесе саяхат кезінде жолығуы мүмкін. Жұмыс пен қаржы. Мансапта сіздің белсенділігіңіз артады. Әсіресе аптаның ортасында 20-22 тамыз жаңа ұсыныстар, келіссөздер немесе әріптестермен пайдалы идеялар пайда болуы ықтимал. Қаржылық тұрғыда күткен табысыңыз келеді, бірақ жұлдыздар ақшаны шашпай, жинақтауға кеңес береді. Инвестиция немесе ұзақ мерзімді жоспар құру үшін сәтті апта. Денсаулық. Бұл аптада физикалық белсенділікке аса көңіл бөлу маңызды. Ашық ауада серуендеу, спортпен айналысу сіздің энергияңызды арттырады. Тек артық қимылдан жарақат алмауға тырысыңыз. Асқорту жүйесіне көңіл бөліңіз, дұрыс тамақтану мен суды жеткілікті ішу ағзаңызды жеңілдетеді. Рухани кеңес. Жұлдыздар сізге арман мақсатыңызды қағазға түсіріп, нақты жоспар жасауға кеңес береді. Қазір армандарыңызды жүзеге асырудың алғашқы қадамын бастауға ең ыңғайлы кезең. Қорытынды. 18-24 тамыз аралығы мергендер үшін ерекше сәттілік пен шабытқа толы апта. Жаңа адамдармен танысып, өміріңізге оң өзгерістер енгізесіз. Ең бастысы, батыл болыңыз, сізге жұлдыздар қолдау көрсетіп тұр. Тәуешкі. Бұл апта сіз үшін табандылық пен еңбек жемісін көру кезеңі болады. Жұлдыздар тәуешкілерге сабыр сақтап, жоспарға берік болуды ескертеді. Сіз қанша тырыссаңыз, соғұрлым жетістікте жақындай түседі. Махаббат. Аптаның басында 18-20 тамыз қарым-қатынаста кішігірім түсінбеушіліктер туындауы мүмкін. Үресеңіз, шешіледі. Сүйіктіңізге уақыт бөліп көңіл бөлген жөн. Аптаның ортасы мен соңында 21-24 тамыз романтика артып, арадағы байланыс нығая түседі. Жалғыз жүрген тәуешкілер үшін жаңа таныстық болуы ықтимал, бірақ ол баяу дамуы мүмкін. Жұмыс пен қаржы. Бұл аптада еңбегіңіз бағаланып, жаңа мүмкіндіктерге жол ашылады. Әсіресе 20-22 тамыз аралығында басшылықтан жақсы пікір естуіңіз мүмкін. Қаржы жағы тұрақты, бірақ үлкен шығынға бармауға тырысыңыз.
Инвестиция немесе жаңа жобаны бастау үшін бұл уақыт өте қолайлы. Денсаулық. Денеңізге артық салмақ түсірмеуге тырысыңыз. Ұйқы мен демалысқа мән бермесеңіз, шаршау сезімі артуы мүмкін. Дұрыс тамақтану мен жеңіл спорт сіздің сергектігіңізді қайтарады. Рухани кеңес. Сабыр сіздің басты күшіңіз. Қазір асықпай қадам бассаңыз, алдағы айларда үлкен жетістікке жетесіз. Қорытынды. 18-24 тамыз тауешкілер үшін жоспарды нақтылап, еңбектің жемісін көру кезеңі. Сіздің тұрақтылығыңыз бен шыдамдылығыңыз барлығын жеңуге көмектеседі. Су құйғыш. Бұл апта су құйғыштар үшін жаңа идеялар мен күтпеген жаңалықтарға толы кезең болады. Сіз өз ойыңызбен өзгелерді шабыттандыра аласыз. Көптен бері қолға ала алмай жүрген істі бастауға қолайлы уақыт. Махаббат. Аптаның басында 18-20 тамыз сүйіктіңізбен арада ерекше жылы сәттер орын алуы мүмкін. Араларыңыздағы сенім артып, қарым-қатынас жаңа деңгейге көтеріледі. Жалғыз жүрген су құйғыштар үшін жаңа таныстықтар мен романтикалық кездесулер ықтимал. Аптаның соңына қарай 23-24 тамыз сезімде күтпеген тосын сый болуы мүмкін. Жұмыс пен қаржы. Идеяларыңыз көпшіліктің назарын аударады. Жаңа жобаға бастамашы болып, өз орныңызды көрсетесіз. 21-22 тамызда кәсіби ортада маңызды кездесулер, келіссөздер өтуі мүмкін. Қаржы жағы тұрақты, бірақ достарға немесе туысқандарға қарыз беруде абай болыңыз. Денсаулық. Энергияңыз көп, бірақ оны дұрыс бағыттамасаңыз, тез шаршайсыз. Демалыс пен белсенді қозғалысты үйлестіргеніңіз жөн. Су ішуді ұмытпаңыз, жүйкеңізді тыныштандыру үшін табиғатта серуендеңіз. Рухани кеңес. Өзгеше ойлайтын қабілетіңіз сіздің басты артықшылығыңыз. Кім не десе де ішкі түйсігіңізге сеніңіз. Қорытынды. 18-24 тамыз су құйғыштар үшін шығармашылық пен шабыт кезеңі. Қаншалықты еркін ойласаңыз, соншалықты табысқа жетесіз. Балықтар. Бұл апта балықтар үшін ішкі үйлесім мен сабыр кезеңі болмақ. Өміріңізде кейбір жағдайлар баяу жүріп жатқандай көрінсе де, бұл сізге ойлануға, демалуға және өзіңізді қайта қалпына келтіруге берілген мүмкіндік. Махаббат. Аптаның алғашқы күндері 18-20 тамыз сүйіктіңізбен жылы әрі жайлы сәттер күтіп тұр. Жанұя ішінде түсіністік артады. Ал жалғыз жүрген балықтар күтпеген жерден романтикалық көңіл күй сыйлайтын жаңа таныстыққа тап болуы мүмкін. 23-24 тамызда өткенді еске түсіріп, жүрегіңізге жақын жанға ойыңыз қайта бұрылуы ғажап емес. Жұмыс пен қаржы. Бұл аптада аса белсенділік күтудің қажеті жоқ, бірақ аяқталмаған істерді ретке келтіру үшін таптырмас уақыт. 21-22 тамызда маңызды құжаттарға қол қоюда абай болғаныңыз дұрыс. Қаржылай тұрақтылық бар, тек артық шығыннан аулақ болыңыз. Денсаулық. Жүйкеңізді тыныштандыруға мән беріңіз. Көбірек ұйықтап серуендеңіз. Музыка тыңдау немесе шығармашылықпен айналысу сізге ерекше күш береді. Рухани кеңес. Сабыр сіздің ең үлкен қаруыңыз. Қоршаған ортаның хаосына берілмей, жүрек үнін тыңдасаңыз, барлығы өз орнына келеді. Қорытынды. 18-24 тамыз аралығы балықтар үшін рухани тыныштық пен ішкі тепе-теңдік аптасы. Жақсылыққа сенсеңіз, алдыңыздан жаңа мүмкіндіктер ашылады. Бұл апта барлық жұлдыз белгілері үшін әртүрлі сынақтар мен мүмкіндіктерді алып келеді. Кейбіреулер үшін ол жаңа бастамалардың уақыты, ал енді біреулер үшін өткенді саралап, болашаққа жоспар құратын кезең болмақ. Жалпы энергия. Тоқтылар үшін батыл қадам, жаңа бастау. Торпақтарға тұрақтылық пен шыдам. Егіздерге жаңа таныстық пен идеялар. Шаяндарға отбасы мен сезімге көңіл бөлу.
Арыстандарға табыс пен мансап өсімі. Бикештерге өзіне күтім жасау, дұрыс шешім қабылдау. Таразыға үйлесім мен баланс. Саршаяндарға құпияларды ашу, жаңа мүмкіндіктер. Мергенге саяхат пен жаңа көкжиектер. Тәуешкілерге еңбек пен табандылық. Су құйғыштарға шығармашылық пен достық. Балықтарға тыныштық пен ішкі үйлесім. Бұл аптада басты кеңес, өзіңізге сеніңіз, жүрек түбіндегі дауысты тыңдаңыз. Сонда ғана дұрыс шешім қабылдап алға жылжи аласыз.